Құрметті жол жүрісіне қатысушылар, бұған дейін хабарланғандай, процесстерді цифрландыру аясында жолдағы бірқатар құқық бұзушылықтарды анықтау, интеграцияланған ақпараттық жүйелер мен мемлекеттік деректер базаларын пайдалану арқылы автоматты режимде жүзеге асырылады. Бүгінде Ішкі істер министрлігі жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол жүрісіне қатысушылардың барлығы үшін тең жағдай қалыптастыру мақсатында бұл жұмысты жүйелі түрде күшейтіп келеді. Еске саламыз, сақтандыру полисінің болмауы, сондай-ақ міндетті техникалық байқаудан өтпеу өз алдына жеке әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады. Қазіргі таңда республика бойынша әкімшілік өндірістердің бірыңғай тізілімі жүйесімен интеграцияланған мемлекеттік деректер базаларының мәліметтерін пайдалану арқылы сақтандыру полисі жоқ 5 мыңнан астам дерек, техникалық байқаудан өтпеген 5,5 мыңнан астам дерек, қауіпсіздік белдігін тақпауға байланысты шамамен 700 құқық бұзушылық, сондай-ақ көлік құралын басқару кезінде ұялы телефон қолданудың 6 дерегі анықталды. Цифрлық шешімдер жолдағы қауіпті әрекеттерді дер кезінде анықтауға, ықтимал салдарының алдын алуға және жауапкершіліктің бұлтартпастығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, маңызды жайт, жолда жүру қағидалары сақталған жағдайда ешқандай айыппұл санкциялары қолданылмайды. Бұл жүйе жазалау үшін емес, құқық бұзушылықтардың алдын алу және азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында енгізілген. Азаматтарды заңнама талаптарына жауапкершілікпен қарауға шақырамыз. Сақтандыру полисінің бар жоғын алдын ала тексеріп, техникалық байқаудан уақытылы өтіп, жолда жүру қағидаларын қатаң сақтауға шақырамыз. Заң мен тәртіп әр азаматтың жауапкершілігі.